Қазақ елі бүгін 18 ақпан 2026 жыл Алматы қаласы город мастеров деген 30 жылдан астам машина жүрмейтін жер. Мына жерде 5 гектар жерде заңсыз 5 жылдан аса уже отырды адамдар. 100-ден аса 200 точкасы бар. Жылына 10-20 миллиард теңге түседі доходтары ше. Салық төлемейді, бәрі заңсыз. Себебі высоковольтный тұр. Ана высоковольтный вышкалар тұр. Соның бастықтары. Себебі мына жерде қаңтар кезінде тек Алтын Орда емес, осы жерден де барған именно мародерлар. 400-800 мародер болған, 400 мың теңгеден төлеген 3 күн бойы болаттың адамдары. Олар тек қана достық плазын тиіспеген, семьянікі, сосын нені тиіспеген, Есентай мол, солар тиіспегенде, қалғандар бәрі сындырып кете берген, іштеріне халық кіргенде, осы жерден барған. Себебі кезінде менде машина ленд-крузерінде ремонт қылған 3 ай сонымен айдап, штрафына келіп істемеді әйтеуір. Сосын арендаға бір участок, бокс берем деп, тоже $1200 алған, ол да жоқ. Мына жерде бардак, бардактың бардагы, коррупцияның ортасы осы жер. Прокуратура қарап отыр, жеп отырған шығар. Полиция қайда қарап отыр, ауызке, жеп отыр, скорее всего. Пожарный инспекцияң бар, городской халық прокуратурасы, қала прокуратурасы. Сонына менің үндеуім Ермекбаев КМБ-ның бастығына, себебі мына жақта источник экстремизм, олар осы жерден пайдалады, осы жерден өмір сүреді, тамағы, суы, бәрі. И Алтын Орда осы жерден кеткен. Себебі осы жердің жігіттер айтып, біз ұстап алып 2 миллион теңге бұрын шықтым деп полицияда. Осы жерге тәртіп керек, басшылардың бәрін тексеру керек. Департамент экономический расследование соған шағым туралы түседі, городской прокуратураға түседі, ары қарай КМБ-ға түсіреді, өзім түсіреді. Осындай тәртіп керек. Әділетті Қазақстан өзімізден бастады, бұнда үндемеуге болмайды. Енді осы жыл ең тағдыры шешілетін жылымыз халықтың, президент айтқандай. Өзіміз тәртіпке келтірмесек болмайды. Енді келе жатқан оразамыз қабыл болсын, оразаға аманшылықпен жете берейік. Аспанымыз ашық, ел бірлігі қажет. Дала демократиясына сол. Есім Данияр Фануар, тәуелсіздік бақылаушылар, Алматы қаласы.